Саламатсыңдар ма балалар? Отыра қойыңдар. Көңіл күйлерің қандай? Тамаша. Қанекей шаттық шеңберіне шығайықшы балалар. Шаттық шеңберіне шығамыз. Жарайсыңдар. Қуанамын енді, қуанасың сен де, қуанайық балалар, арайлап атқан күнде. Топқа бөлінеміз балалар. Дауысты, дауыссыз дыбыс болып. Дауысты дыбыстар ана жаққа отырамыз. Дауыссыз дыбыстар мына жаққа отырамыз. Ал енді өткен тақырыпты балалар еске түсірейік. Менің қолымда не бар? Кубик тұр, иә? Бұл кубиктің әр шетінде әріптер. Соған байланысты сөз құраймыз. Неше дауысты, неше дауыссыз дыбыс екенін және сөйлем құраймыз. Буынға бөлеміз. Кәні? Дыбысы. Сөз құрай. Өзен. Өзен. Неше буын бар өзен деген сөзде? Екі буын. Екі буын. Неше әріп? Төрт әріп. Төрт дыбыс. Төрт дыбыс. Неше дауысты дыбыс бар? Екі дауысты, екі дауыссыз дыбыс. Дұрыс. Сөйлем құрайықшы. Өзен деп айтып қой. Мен өзенге бардым. Мен өзенге бардым. Жарайсың. Гарпа. Док. Док. Неше буын? Бір. Бір буын. Неше әріп? Үш әріп. Неше дауысты, неше дауыссыз дыбыс бар, соны айтамыз. Бір дауысты, екі дауыссыз. Сөйлем құрайықшы. Мен доппен ойнадым. Мен доппен ойнадым. Жарайсың. Үш. Бір буын бар. Екі әріп. Екі әріп. Бір дыбыс. Екі дыбыс. Екі дыбыс. Неше дауысты дыбыс, неше дауыссыз дыбыс? Неше? Бір дауысты дыбыс, бір дауыссыз дыбыс. Менің үш досым бар. Сөйлем құрады. Қандай? Менің үш досым бар. Жарайсыңдар. Балалар, енді мен сендерге жұмбақ жасырамын. Сол жұмбақтың шешуінен біздің бүгінгі өтілетін жаңа дыбысымыз шығар екен. Гүлде бар, менде жоқ. Шегеде бар, бізде жоқ. Қандай? Г дыбыс екен. Г дыбыс екен, иә? Қандай сөздер білеміз? Г дыбысынан басталады. Адамның аттары. Гүлжан, гүл, гүлнұр, гүлім. Дұрыс тағы? Қандай? Гаухар дейді. Гүлсім дейді. Жарайсыңдар балалар. Ал енді балалар, бүгінгі біздің жаңа сабағымыз Г дыбысы екен. Г деп бәріміз хормен айтайықшы қан. Г дауыссыз дыбыс екен. Кәні барлығымыз интерактивті тақтаға көңіл аударамыз, назар аударамыз. Г әріпі неге ұқсайды? Көсемінен аумайды, от көсемге болмайды. Ал балалар бәріміз оқулыққа қараймыз. Г дыбысын бәріміз формен оқиықшы кәнекей. Салпақпен қоямыз. Гүл, гүлнұр. Гүлеге. Гүлдер. Ал балалар, бір-бірімізді бағалап жіберейік. Жарайсыңдар. Ал балалар, енді фишкамен гүл деген сөзге дыбыстық талдау жасайықшы. Гүл деген сөзге дыбыстық талдау жасаймыз. Қанекей? Гүл. Жарайсың. Жылдамдатамыз. Гүл. Дұрыс. Енді егін
Егін деген сөзге дыбыстық талдау жасайықшы. Егін деген сөзге дыбыстық талдау жасаймыз. Егін. Жарайсың. Жазып үйренейік. Мұқият тыңда. Үлкен жолдың ортасынан сәл төмен қаламыңды қой. Төмен қарай түзу сызып, жазу жолының астыңғы сызығына тигізе, солға қарай доға ілгек жасаймыз. Алғашқы түзудің сол жағын ала, оңнан солға қарай доға жасай отырып, үлкен жол ортасында оңға қарай түзу тартып, қалпақ кигіземіз. Жазу жолының ортасына қаламыңды қой. Оңға тарта жолдың үстіңгі сызығына тигізе, доға сызықты иіп, көлбеу түзу жүргіземіз. Астыңғы сызыққа тигізе, доға сызып, ілгек жасаймыз. Дәптеріңді ашып, менімен бірге Г әріпін жаз. Кәні балалар Г әріпін бәрі. Әдемі ғып жазамыз. Ал балалар, бүгінгі сабақта біз не істедік? Біз оқыдық. Сөз құрадық. Дұрыс, дыбыстық талдау жасадық. Оқыдық. Енді кәнекей балалар сергіту сәтіне. Тұрамыз кән сергіту сәтіне. Еріндегі жемісін, сезім бақтың, сыйластықтың алауын өзің жақтың. Сенің туған тойының әнін естіп, есігіңді шыдамай өзің қақтың. Бүгін қандай тамаша, көңілді күн. Сені қуанышыңмен құттықтаймын, бақытты бол жандысың. Ал енді балалар, қазір топтық жұмыс болады. Мен сендерге мозаика берем. Сол бойынша сендер құрастырамыз. Қандай суреттен жаңағы сурет шығады, соған байланысты соны буынға бөлеміз. Бірге құрасыңдар. Бірге құрайық. Сол әкем. Былай болады. Ал балалар, сендерде нені сурет шықты? Гүлдер, я? Ал буынға бөлейікші, осы гүлдер. Екі буын екен, жарайсыңдар. Ал балалар, сендер қандай сурет құрастырсыңдар? Ал буынға бөлейікші. Үш буын, жарайсыңдар. Кән бір-біріміз бағала жіберейікші. Жарайсыңдар. Балалар, бүгін біз сонымен қандай дыбыспен таныстық? Қандай дыбыс? Дауыссыз дыбыс екен. Ал енді бүгін сабақты мен өте жақсы түсіндім десем, жапырағымызды апарып, не қыламыз? Жеміс ағашына жабыстырамыз. Сары түспен, жақсы түсіндім десем, сары түспен, маған көмек қажет десе, қызыл түспен алып, жеміс ағашының үстіне жабыстырады екенбіз. Кәні балалар, жабыстырайық стикерлерімізді. Жарайсыңдар балалар, отырамыз.